Сәлеметсіңдер ме, қымбатты оқушылар? Біз бүгін ұлттық бірыңғай тест сұрақтарын талдауды ары қарай жалғастырамыз. Біз қазір 22-ші сұраққа келдік. Ендеше біз сабағымызды 22-ші сұрақтан бастаймыз. Жиырма екінші сұрақ. Күрделі жапырақты раушан гүлдер. Раушан гүлдер тұқымдасы қош жарнақтыларға жатады. Раушан гүлдер алуан түрлі. Олардың жемістері, олардың жапырақтары, олардың тіршілік формалары алуан түрлі. Енді осы раушан гүлдердің жапырақтарын сұрап тұр. Жапырақтары болғанда күрделі жапырақтарын сұрап тұр. Енді біз күрделі жапырақ дегеніміз не? Жай жапырақ дегеніміз не? Соны ажыратып алайық. Жапырақтар екіге бөлінеді, бұлар. Күрделі жапырақтар, жай жапырақтар. Жай жапырақ дегеніміз не? Жай жапырақ дегеніміз, егерде бір сағақта бір ғана жапырақ тақтасы болса, мысал үшін, бір сағақ міне, бір ғана жапырақ тақтасы болса, бұны жай жапырақ дейді. Сонымен қараңдар, бір сағақ, бір ғана жапырақ тақтасы бар, бұны жай жапырақ дейді. Ал күрделі жапырақ дегеніміз не? Бір сағақта 3 немесе одан да көп жапырақтар орналасса, бұны не деп атаймыз? Күрделі жапырақ. Сонымен, енді күрделі жапырақ, жай жапырақ және күрделі жапырақ болып бөлінеді. Міне сағақ 3 жапырақ, одан да көп болса күрделі жапырақ. Бір сағақ, оған бір жапырақ тақтасы болса, ол жай жапырақ. Ал енді бізден сұрап тұр, күрделі жапырақты раушан гүлдер қандай өсімдіктер деп. Енді күрделі жапырақты ары қарай раушан гүлдерге ары қарай талдайықшы балалар. Раушан гүлдерде саусақ салалы күрделі жапырақ бар. Оған жатаған қастабан жатады. Ал енді қауырсын тәрізді күрделі жапырақ бар. Оған ит мұрын мен шетен жатады. Қауырсын тәріздестер дегеніміз, міне қауырсынды білеміз ғой. Міне қауырсын, иә? Міне құстың қауырсыны болса, бізде осыны біз жапырақ десек, міне қауырсын тәрізді деген осы. Осы жапырақ. Мынау жұп қауырсынды, егерде мына жерінде тағы бір жапырақ шықса, ол тақ қауырсынды болады. Оған не жатады екен? Ит мұрын мен шетен. Ал енді бізге не сұрап тұр? Күрделі жапырақты раушан гүлдер дейді. Енді дистракторларға қарайық. Бірінші, алмұрт. Алмұрт ағашын есімізге түсірейік. Оның жапырағы бір сағақта бір жапырақ тақтасы емес пе? Әрине, ол жай жапырақ бізге келмейді. Екінші, долана. Долана да жай жапырақты. Таңқурай. Міне, күрделі жапырақты таңқурай. Келесі, өрік. Өрік жай жапырақты. Бүлдірген. Ол күрделі жапырақты, шұқылақты. Естерінде бар ма? Бүлдірген. Шие, жай жапырақты. Алма, жай жапырақты. Құлпынай. Міне, бұлар қандай балар? Күрделі жапырақты раушан гүлдер. Сонда 22-ші сұрақ, көп жауапты сұрақ, оның дұрыс жауаптары таңқурай, бүлдірген, құлпынай болып табылады. Келесі сұрақ, 23-ші сұрақ. Гликолиздің ыдырау сатылары. Ыдырау сатысын білместен бұрын балар нені білуіміз керек? Әрине, дұрыс ойлайсыңдар. Гликолизді білуіміз керек. Гликолиз дегеніміз не? Бұл гликолиз дегеніміз балар ферменттің қатысуымен глюкозаның тотыға отырып ыдырауын гликолиз деп атаймыз. Түсінікті ме? Тағы да қайталап айтам. Гликолиздің сатыларын
білуден бұрын гликолизге анықтама беріп алайық. Гликолиз дегеніміз ферменттің қатысуымен глюкозаның тотыға отырып ыдырауын не деп атаймыз? Гликолиз деп атаймыз. Гликолиздің 3 сатысы бар. Бірінші дайындық сатысы. Екінші оттексіз саты. Үшінші оттекті саты. Міне, гликолиздің сатылары осылай. Бірінші беріледі оттексіз саты. Міне, дұрыс. Оттексіз саты қайда жүреді? Оттексіз саты ол митохондрияның ішкі мембранасында жүреді. Митохондрия ол органоид. Митохондрияда АТФ синтезі жүреді. Митохондрия 2 мембраналы, соның ішкі мембранасында осы оттексіз саты жүреді. Оттексіз саты кезінде не болады? Оттексіз саты кезінде бұл жерде оттексіз саты кезінде 2 моль АТФ түзіледі. Балар, 2 моль АТФ түзіледі. Бұл жерде бастапқы зат ол глюкоза болады. Бастапқы зат глюкоза. Сөйтіп 2 моль АТФ түзіледі. Екінші, қараңғы фазасы. Дұрыс емес. Қараңғы фаза деген балар не ол? Жарық фазасы, қараңғы фазасы ол фотосинтездің кезеңдері. Ұмытпаймыз. Фотосинтездің кезеңдері екіге бөлінеді. Жарық және қараңғы фаза. Гликолизге ешқандай қатысы жоқ. Үшінші, лимон қышқылының айналымы. Бұл емес. Келесі оттекті кезең. Міне. Оттекті кезеңде митохондрияның ішкі мембранасында жүреді. Оттекті кезеңнің нәтижесінде балар 36 моль АТФ түзіледі. Сонда оттексіз оттекті кезеңде 38 АТФ түзіледі. Осыны ұмытпаймыз. Одан соң жарық фазасы. Бағанағы айтқан жарық және қараңғы фазасы ненің фазасы болады балар? Фотосинтездің. Гликолизге ешқандай қатысы жоқ. Келесі фотосинтез. Ол өзінше процесс, ол гликолиз емес. Одан кейін дайындық кезеңі. Міне, дайындық. Бұл жасушаның цитоплазмасында жүреді. Дайындық кезеңі. Одан соң хемосинтез. Хемосинтез ол гликолизге қатысы жоқ. Сонда гликолиздің сатылары қанша болды? 3 болды. Бұлар дайындық кезеңі, оттексіз кезең, оттекті кезең. Дайындық кезеңде АТФ 0. Жылу тек қана денені жылыту үшін жұмсалады. Оттексіз кезеңде 2 моль АТФ, оттекті кезеңде 36 АТФ түзіледі. Келесі. Біз 24-ші сұраққа келдік, бұлар. 24-ші сұрақ. 24-ші сұрақта былай дейді. Бізге былай деп беріледі. Хромосомалық мутациялардың түрлерін ата дейді. Бірінші мутация дегенге тоқталайықшы балар. Ол не? Мутация дегеніміз өзгергіштік. Қандай өзгергіштік? Тұқым қуалайтын өзгергіштік. Мутация кезінде не өзгереді? Генотип өзгереді. Мутация кезінде неде өзгеріс байқалады? Генде, хромосомада, ДНК-да өзгеріс байқалады. Мутацияларды біз бөлеміз. Гендік мутация, геномдық мутация және хромосомалық мутация деп бөлеміз. Бізге осы қандай мутацияны сұрап тұр? Хромосомалық мутацияны сұрап тұр. Хромосомалық мутацияны сұрап тұр. Енді хромосомалық мутациялар екіге бөлінеді. Бірінші, хромосома ішілік. Екінші, хромосома аралық. Енді хромосома ішілік мутацияларға не жатады? Бірінші, дефишенция. Балар, дефишенция.
қандай сөзге ұқсап тұр балар? Дефицит деген сөзге ұқсап тұр, иә? Дефишенция дегеніміз неге ұқсап тұр? Дефицит деген сөзге ұқсап тұр. Ол дефицит бір нәрсе жетіспесе, иә? Ал дефишенция дегеніміз хромосома ұшының жетіспеуі. Осыны дефишенция дейді. Екінші делеция. Хромосоманың бір бөлігінің үзіліп түсіп қалуы. Делеция. Үшінші инверсия. Бұл хромосоманың бір бөлігінің 180 градусқа бұрылуы. Одан кейінгі дупликация. Хромосоманың белгілі бір бөлігінің екі еселенуі не деп атаймыз? Дупликация. Сонда хромосома ішілік мутацияға нешеу жатады? Осы 4-еу жатады. Ал енді бізден сұрап тұр, хромосомалық мутацияларды сұрап тұр. Енді қарайық. Бірінші гетероплоидия, жоқ. Полиплоидия дегеніміз ол келмейді, ол хромосомалық мутация емес. Келесі дупликация, міне, дупликация келіп тұр. Жауап. Одан кейін анеуплоидия, жоқ. Геном, ол өзі хромосомалық мутацияның бір түрі. Редупликация, жоқ. Трисомия, жоқ, бұл да келмейді. Дефишенция. Сонда бұл жерде қанша жауапты сұрақ болып тұр, балар? 2 жауапты сұрақ болып тұр. Сонда хромосомалық ішілік мутациялар, хромосома ішілік дефишенция, делеция, инверсия, дупликация болып табылады. Ал хромосома аралық ол транслокация. Келесі 25-ші сұрақ. Жұлынның қызметтері. Балар, жұлын дегеніміз не? Жұлын дегеніміз орталық жүйке жүйесі. Орталық жүйке жүйесіне не жататын еді? Ми мен жұлын жататын. Ми мен жұлын. Жұлын біздің омыртқа жотамыздың омыртқа өзегінде орналасатын мүше. Жұлын 2 түрлі қызмет атқарады. Бірінші рефлекстік, екінші өткізгіштік. Сонда жұлын, спинной мозг 2 түрлі қызмет атқарады. Бірінші рефлекстік қызмет, екінші өткізгіштік қызмет. Енді дистракторларына тоқтайық. Рефлекстік, міне, өткізгіштік, міне, екінші қызметі. Одан кейін тасымалдаушы, жоқ, жұлын тасымалдаушы қызмет атқармайды. Залалсыздандыру, жоқ. Ұрықтану, гуморальдық қызмет, қоректендіру қызметі және инсулин бөлу қызметі. Бұл ешқайсысы жатпайды, 2 қызмет жатады, олар рефлекстік және өткізгіштік қызмет жатады. Сонымен біз балар, бүгінгі қанша сұрақты талдадық? 4 сұрақты талдадық. Қандай сұрақтар? Көп жауапты сұрақтар. 22-ші сұрақ. Күрделі жапырақты раушан гүлдер, таңқурай, бүлдірген, құлпынай. 3 жауабы бар. 24-ші сұрақ. Хромосома ішілік мутация түрлері. Хромосомалық мутация түрлері. Оның ішінде хромосома ішіліктен дефишенция мен дупликация беріліп тұр. 23-ші. Гликолиздің сатылары. Гликолиз дегеніміз глюкозаның тотыға отырып ыдырауы, иә? Оған 3 сатысы жатады: дайындық, оттексіз, оттекті. 25-ші сұрақ. Жұлынның қызметтері. Олар рефлекстік және өткізгіштік. 2 жауапты сұрақ. Міне балар, бүгінгі сабағымыз сіздерге түсінікті деп ойлаймын. Келесі сабаққа дейін сау болыңдар.